Сөйтіп кәпір адамды бұл дүниеден үзіліп ақыретке қарай аяқ басып жатқан кезде мәләикәтул азап періштелері келеді деген. Жүздері қорқынышты, қап-қара, қолдарында өздерімен бірге алып келген тозақтың кебіндерін әкеледі дейді. Сөйтіп көз көретін жерге дейін жайғасып отырады дейді. Үрей сауатыр да, үрей, қорқынышты өте. Сол кезде өлім періштесі бас жағына келеді да, ей жексұрын жан, жексұрын тәнде болған шық деп айтады екен. Сол кезде жан жаңағы тығылады дейді тәннің ішіне. Сол тығылған кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, сіздердің біреулеріңіз дейді, бір күрмеліп қалған мынандай темір, айыр сияқты темірлер, сол темір бір жүнге қарай, жүннің ішіне кіріп, түтілмеген жүн бар ғой, түтіліп қойылған әлі ерілмеген, сол жүннің ішіне кіріп, сосын сол жүн суланып қалса, сосын ана темірді жүннен айырам деген кезде жаңағы үзіледі ғой, үзіліп шығарылады ғой. Дәл сол секілді оның жанын үзіп шығарады дейді сол жерден. Жаңағы жұлқылап тамырлары, жүйкелері деп айтқан әлақсы бұл. Сол нәрселерге дейін үзіліп шығарады дейді оны. Сөйтіп оның қолында жаңағы бір сәтке де қалдырмай жаңағы періштелер жұлып әкетеді дейді. Ол шыққан кезде дейді, жердің бетінде адам қандай да бір ең сасық өлексенің дәмін жаңағы иісін сезген болса, сол иіспен шығады дейді. Ал мұъминдікі жаңағы бір хадисінде айтады, жердің бетінде ең қандай керемет мисік болған болса дейді, ең керемет мисіктің иісімен шығады дейді. Сол сөйтіп жанын шығармаған кезде періштелердің бәрі Алланың әмірін орындайды, бірақ барлығы жаңағы сөздерді айтады. Мынау не деген жаман жан, не деген рухун хобис, жаңағы не деген жаман аруақ еді мынау, міне. Ары қарай апарып көтеріліп, сөйтіп аспанға қарай жаңағы бүйтіп жақындатып жатқан кезде сол жерде Алла тағаланың әмірі тоқтатып тастайды. Аспанның есігі ашылмайды дейді оған. Сол кезде пайғамбарымыз осы аятты оқыған екен. Міне аяттың мағынасына тағы бір қарайық. Сөзсіз Аллах тағаланың аяттарына өтірікке шығарғандар, сол аяттарға тәкаппарлық көрсеткендер, ла туфаттаху лахум абуабус сама, оларға аспанның есіктері ашылмайды дейді. Вала ядхулуна аль-джанната дейді. Олар жәннатқа кірмейді. Міне, сол жерден лақтырыңдар деп айтады екен Алла тағала. Періштелер ана қаншама жыл өмір сүрсе де анау, ол біреудің туысқаны, ол біреудің әкесі болуы мүмкін, ол біреудің баласы болуы мүмкін да. Ол бір қауымның елеулі адамы болуы мүмкін. Лақтырып жібереді ғой, өзіңіз ойлаңыз. Құнсыз қаралады да, қадір жоқ да. Неге? Ұлы әлемдердің Раббысы қадірленбеді өмірінде. Аяттары қадірленбеді, елшіні қадірлемеді. Алланың үкімдерін былай жүр, былай істе деген нәрселерін қадірлемеді. Сондықтан оғанда қадір көрсетілмей лақтырып, жаңағы дәлдеп барып өзінің қабірдегі тәніне қарай кіре қояды да, ол жақта екі періште қарсы ала қояды оны. Сөйтіп екі періште қарсы алып, сұрақтарды қойып, ол сұрақтарға мүлде жауап жоқ ода. Мына дүниенің емтиханы секілді емес. Жаңағы бірдеңкені айтып құтылатын да. Ол жерде жүрек сөйлейді. Ол жүрек Алламен байланысты болмаса, ол сөйлей алмайды. Ол күні, мысалы біреу бұл ислам дінінде болмаса да, батыста біреу бұл ислам діні туралы көп мағлұмат білуі мүмкін мысалы. Бұл ислам діні деген жалғыз Аллаға құлшылық қылуға қарай негізделген деген сөздерді айтады ол, көп нәрсені. Бірақ ол жерде ол еш нәрсе көмектеспейді, өйткені оның жүрегі бұл тақырыпта болмаған да. Жүрек бұл тақырыпта болмаған. Ал иман келтіргендер осы тақырыпта өмір сүргендіктен Ибрахим сүресінде Алла тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим." Ва юсаббитуллаху аллазина аману. Аллах тағала иман келтірген құлдарын қуаттайды, бекемдейді дейді. Бил қаули сабити, бекем сөзбен. Яғни Раббым кім дегенде Раббым Алла деп айтылатындай. Сондай айбындылықты береді да. Раббым Алла. Дінім не? Дінім ислам деп айтылатындай да. Араларыңа жіберілген адам кім еді? Ол Мұхаммед қой, пайғамбар. Оны қайдан білдің? Ол Құранына келді Алла тағаланың деп бекем сөйлейтіндей, мен дейді оны бекем дейтіндей Алла тағала. Міне, мен дейді оны бекем дейтіндей. Сол нәрсенің өзінен жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір бауырларың қайтыс болса, қабірінің басында
Алладан бекемдік сұраңдар дейді оған. Міне. Имтиханнан дұрыс айтып беремін дейді. Фил хаяти дуния ва фил ахира. Осы дүниеде де оны осы сөзбен өмір сүргізеді да, сөйтіп өмірден ажырап ақыретке аттайтын кезінде оны тағы да сол сөзбен қуаттайды. Қабірінде де сонымен қуаттайды да. Ойлаңыз. Ал енді кәпірлердің жағдайына келетін болса, Алланың хақсын мойындамағандар ва юдиллуллаху аз-залимина дейді. Ал кәпірлерді қабірдегі сұрақта адастырып жібереді дейді. Міне. Ва яфалуллаху ма яша. Алла қалаған нәрсесін істейді, байқаңдар дейді.